Баршаңызға қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналда өте дәмді марковча салатын жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі оңай жасалынады. Бізге керекті заттар: сәбіз, 3 дана сәбізді алдым. Керегінше алыңыздар сіздерде. Және осы сәбізді жіңішкелеп үкіштен өткізіп алуымыз керек. Мінекей осылай жіңішкелеп үкіштен өткізіп алдық керегінше. Енді осы сәбіздің үстіне 1 шай қасық қант қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және 1 шай қасық 70%-лық қатты толтырмай уксус құямыз. Мінекей барлығын салған еген жақсылап осылай араластырып қоямыз. Тұзы, қанты барлығы еруі керек. Сәбізді бір шетке қоя тұрамыз, ол жұмсарғанша. Енді 2 тісше сарымсақ керек, оны осылай үкіштен өткізіп аламыз. Өткізілген сарымсағымызды шұңғылдау ыдысқа салып, енді осының үстіне 1 шай қасық қызыл ашты бұрыш саламыз. Bir шай қасық паприка саламыз. Паприканың копченый түрін алсаңыздар да жақсы дәм береді. Және 1 шай қасық кориандр саламыз. Енді осының үстіне жақсылап қызып тұрған сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Осылай аз-аздан құйып отырып араластырыңыздар. Ыстық май құятын кезде абайлаңыздар. Мінекей жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дәмдеуішіміз дайын. Енді сәбіздің үстіне осы дайындаған бұрыштарымызды құямыз. Барлығын емес, түбіндегі осындай керек емес, өте көп мөлшерде болып кетеді барлығын қосатын болсақ. Түбіндегі керек емес бұрыштарын барлығын құймаймыз. Осы тек сұйық майды және азғантай мөлшерін ғана құйып, сәбізімізді толықтай араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, дастарханға ұсына беретін боламыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, жаңадан келген көрермен болсаңыз, каналыма тіркеліп, және видеоларыма лайктарыңызды баса кетіңіздер. Және сіздерде қалай жасайсыздар марковча салатын, комментарийға рецептеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Мінекей сәбіз салатымыз дайын, өте тез әрі оңай жасалынады және дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерді осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.